Бір ауыз сөзбен ердің құнын кешіріп, аталы сөзге тоқтаған арда қазақ армысың. Бүгінде әлеуметтік желіге байланып, біреудің байлығын, біреудің шайлығын, біреудің мақтанышын, біреудің ақыл көйсігенін қарап, бар тіршілігімізді осымен өлшейтін ғарып күйге түстік. Бұл шындық, қаптаған мотивация. Бір айда пәлен ақша таппасаң, мұрнымды кесіп беремін. Болмаса, психологиялық адам түсінбес терминдерді алға тартып, жан ғылымын ойыншыққа айналдырған көп психолог, өзінің дөңгелетіп отырған бизнесі жоқ бизнес тренинг жүргізушілер. Айта берсек таусылмас жыр. Осыған кейген біреу, бүгінде психологтардың өзіне психолог керек болған заман болдау депті. Осындайда дана қазақтың мына бір тәмсілі ойыма оралды. Менің сөзіме емес, халықтың тәмсіліне көңіл аударыңыздаршы. Ертеде екі жігіт шаһар арасында кіре тартып жүреді. Қаланың үлкен қақпасынан өте бергенде, түйенің үстінде келе жатқан ақ көңіл әзілкеш жігіт түйе жетектеп келе жатқан жаяуға «Боқ, боқ» депті. Сонда жаяу келе жатқан тапқыр жігіт оған «Өзің түйенің үстінде келе жатып, жаяуға «боқ, боқ» деме» деген екен. Сөз астарына үңілсеңіз, бір ауыз сөзбен көп дүниені астарлап жеткізе салған ғой. Өз жөніңді түзе алмай жүріп, біреуге ақыл айтуға шебер қылығымызды осы тәмсілден ақ аңғардық. Ақыр заман болғанда жер астынан мәді шығады деуші еді. Сол мәдінің бір сипаты қызыл сөзбен орғыта сөйлеп, артынан мол тобырды ерте алады деп жатушы еді үлкендер. Әйтеуір түйе үстінде отырып, жаяуға боқ-боқ дейтін қылықтан арылсақ деген ойды осы тәмсілмен сіздерге ғибрат қылуды мақсат тұттым. Әрине, ақыл айту оңай, ал ақылды болу қиын. Аз сөйлерде көп тыңдар, хас асылдың баласы. Мың жерден данышпан болсаң да, аңқау елді өтірікпен алдап, ұзаққа бармайсың. Теңіз сарқылып, көл таусылмайды. Ал шалшық су буланған сайын тартылып, түбінде кепкен балшығы ғана қалады.